Әке көрген оқ жонар. Күн баяу батып, аулаға алтын сәуле төгіліп тұрды. Ағаштардың арасынан салқын самал сыбырлап соқты. Әкесі бақтағы орындықта үнсіз отырып, қолында бір кесе жылы шай ұстап отырған. Мектептен енді ғана келген ұлы қарсы орындыққа жайғасып, көзін телефоннан ала алмады. Әкесі сабырлы да жұмсақ дауыспен: «Балам, телефоныңды қоя тұршы, аздап сөйлесейік» деді. Бала біраз бөгеліп, телефонын бір шетке қойып, әкесіне қарады. «Өмір өзен секілді», деп бастады әкесі. «Сен қайықсың, қайда бақыт алатының өзіңе байланысты. Бірақ дұрыс жағаға жету үшін ағысты түсініп, ақылмен есуің керек. Жастық шақ, ескегің мықты кес. Осы уақыт үйренетін, өсетін шақ. Оны бос нәрсеге ысырап етпе. Білім ізде, жақсы адамдармен аралас». Бала үндемей тыңдап отырды. Жүзіндегі кереғарлық жұмсара түсті. Әкесі сөзін жалғастырды. «Мен сенің өмір жолыңнан өкінбей өтуіңді қалаймын. Әке ретінде айтар ақылым: әрқашан ойланып әрекет ет. Ашуға берілме, ақылмен шешім қабылда. Нағыз ер сабырлы, жауапкершілікті мойнына ала білетін жан». Бала баяу бас изеді. «Түсіндім әке, уақытымды бос өткізбеуге тырысам. Сіздің үмітіңізді ақтағым келеді». Әкесі жымиып, баласының иығына сеніммен қолын қойды. Екеуінің арасынан соққан самал үнсіз болса да, жылылық пен махаббатқа толы еді. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге қысқа метражды мультфильм ұнады ма? Лайк басып, пікір қалдырып, тарих тағылымы арнаға жазыла кетіңіз. Келесі кездескенше.